Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, тез дайын болатын пицца дайындаймыз. Табадағы пицца. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ол үшін біз 2 жұмыртқаға 4 қасық, ас қасық қаймақ қосамыз. 4 ас қасық майонез қосамыз. Араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз қосамыз. Енді 8-9 қасық ұн қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Қою қоймалжың қамыр болады. Видеода көрсетілгендей қоюлықта. Осы продуктыдан 2 пицца пісіруге болады. Ал енді табамызды қыздырамыз. Жұқалау етіп май жағамыз. Енді қамырымызды салып, қасықпенен жайып, тегістеп шығамыз. Кетчуп жағамыз. Немесе томат соусы болса, оны жақсаңыздар да болады. Әр түрлі салмалар салуға болады. Менде шұжық. Шұжықты саламыз. Үстіне сырымызды салып, бетін қақпақпенен жауып қоямыз. Орташа отта пісіреміз. Пиццамыз жылдам піседі. Пиццамыз дайын. Бетіне ас көк сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді пицца. Қамыр ашытудың керегін талап етпейтін және тез, оңай дайындалатын пицца. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды. Таңғы асқа өте керемет тағам. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.